Сәлеметсіз бе, апай? Саламатсыңдар ма? Саламатсыңдар ма? Қалай жағдайларың жақсы ма? Сәлеметсіз бе, апай? Жағдайымыз жақсы, рахмет. Зарина кірді ме? Табиғаттан кейін қалай жағдайларың? Сәлемет. Записті қостым, балалар. Что? Бүгін біз негізі медвистика ғылымына, яғни медве лингвистика ғылымына, яғни орта ғасырдағы тіл біліміне көшеміз. Алдында біз 7-8 ғасырдағы тіл білімін оқып жүрдік. Енді бүгіннен бастап орта ғасыр ескерткіштерін оқимыз. Орта ғасыр ескерткіші деген кезде ең алдымен үйренетін ескерткішіміз әрине Олжас Сүлейменовтің сонау 1978 жылдары жазған Шумернаме деген, Азия деген кітабының ішіндегі Шумернаме деген бөлігінде ол кісі былай дейді: мен студент геолог кезімнен ақ қолға қалам ала бастаған едім. Бірде кезекті туындымды қолтығыма қысып жастар газетіне әкелгенім бар. Редакция бөлімінде ешкім жоқ екен, үзіліс кезі еді, күтуге тура келді. Өзімді осы газеттің өз адамы деп есептеп жүргендігімнен болар, иесі жоқ столдардың біріне жалпия кететін әдетім барды. Құлақшынды біреу есіктен бас соғып, менен кіруге рұқсат сұрады. Егде кісі екен, маған қымсынып қынжыла қарап, редакция қызметкері деп ойлап қалса керек. Мен де бұл ілтипатты теріс деп таппадым. Оның суықта болса жылы лебізбен ұсынған қолын қыстым. Сірә оның шығармасын оқыған адам жалғыз мен болмасам керек-ау. Күрең мұқабалы қалың дәптерінің іші мен сырты тұтасып кеткен екен. Айғыз-айғыз жазылыпты дейді. Бұл жаңа кәдуілгі өлең ұйқасы бар, келді берді деген сияқты кәдуілгі өлеңді бастаған кезіндегі кездескен адамын айтады. Жарты сағат әңгімеден кейін сол кісімен аузымды ашып таң қалдым дейді. Ал оны, яғни Олжас Сүлейменовті сол жас күнінде таң қалдырған адам кім деген кезде, ол кісі осы жаңағы бізде шумел камыш деген бір өлең бар ғой, орыстарда шумел камыш деп айтады ғой. Сол өлеңнің авторы, яғни Шумердің қалың орманы дейді. Темный лес Шумер деп айтады. Сол шығармасын оқып отырып, таң қалып, Шумер деген не нәрсе? Шумер деген біздің қазақта шулады дегенді білмей ма деп, сөйтіп жаңағы кісінің өлең жолдарын шулады деп жөндеп қойған екен. Сосын біраз күннен кейін онда бір жаңадан бір ойлар туындап, шумерлер деген кім, және олар түркілер ма, әлде ұйқаспай ма бұлар деп сөйтіп бастаған екен. Шумер тілі шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші мыңжылдықта пайда болған. 4-ші мыңжылдықта пайда болған шумер тілін сөйтіп Шумернаме деген өзінің Азия кітабының бір бөлігінде осылай бастап, содан бастап мен жаңағы цивилизацияның басы біздің прототүркілер, шумерлер екеніне көзім жетті дейді. Бұл Олжас Сүлейменовтің кітабынан мен үзіндіні арнайы айтып отырмын, себебі ең алғашқы жаңағы біздің түркілердің ең түбі деп
біз қазір шумер тілін айтып жүрміз, немесе шумерлік оқиғаларды айтып жүрміз. Тіпті шумердегі ру тайпалардың атауларын, жер су аттарын тауып, ол туралы этимологиялық үлкен сөздік жасап отырған ғалым Гүлбану Сейілбекқызы. Мен бұл нәрселерді не үшін айтып отырмын? Кез келген ескерткішті ашқан адам, ол ескерткіштің бойынан өзіне деген бір жақсылықты іздейді. Және ол ғасырлар бойы жасырынған, жасырынып тұрған сол ескерткіштің бойындағы сөзді өзіңе тауып алған күннен бастап, сен сол ескерткішті оқи бастайсың. Еріксіз оның тілін қарайсың, оның не туралы екендігіне көз жүгіртесің. Осы жағдайда біз ең алдымен түркінің әлеміндегі жазулардың тарихын оқып жатқан кезде, ескерткіштердің тарихын оқып жатқан кезде, соның түбінде жазу тұрғанын білеміз. Яғни жазу ол өркениетті елге айналған тайпа болсын, ұлыс болсын, кішкене ғана бір бірлестік болсын, халықтың мәдени бір атрибуты. Яғни халықтың оны пайдаланатыны және сол адамзат қауымына тән жазу мәдениетінің тым ұзақ тарихы, бұл жаңағы Әбдуәли Қайдар деген академигіміздің айтуы бойынша, адамзат қауымына тән жазу мәдениетінің тым ұзақ тарихы, оның сан алуан түрлерін, қолдану әдіс тәсілдерін, тағы басқа атрибуттарын, шығу төркінін қалыптастыру дәуірлерін жақсы білген дейді. Бұл кісінің осы сөзінен байқайтынымыз, жазу мәдениеті адамзаттың бұл негізгі мәдениеті болып саналады. Өйткені біз өзімізден кейін сол жазған дүниелеріміз қалады. Мысалы, Махмұд Қашқари 11-ші ғасырда жазған дүниесін біз орта ғасыр тарихы деп, немесе орта ғасыр ескерткіші деп қазіргі күнде оқып жүрміз. Бұл осы сияқты тағы да басқа дүниелердің барлығы да оның жазуының арқасында бізге жетіп отыр. Жаңағы айтқан Олжас Сүлейменовтің зерттеп отырған шумер халқының да жазулары, олардың жазып кеткен жазулары арқылы ғана бізге жетіп отыр. Адамзат өзінің тарихын қазір жазу дүниесінің, графика дүниесіндегі 4-ші кезеңде отыр. Бірінші кезеңіміз біздің пиктограммалар. Яғни біз Құдай бұйыртса осы қазан айында сол пиктограммаларды, эпиграфиялық жазуларды, тасқа қалай жазылған өз көзімізбен көру үшін Тамғалы тасқа барамыз деп отырмыз қазан айының ішінде. Ол мүмкін бір топпен бірге болар, мүмкін жеке өзіміз жаңағы мына айлық түсінде отырмыз ғой. Сол кезде барып сіздермен бірге сол тасқа қалай ойылып жазылғанын барып көреміз өз көзімізбен. Пиктограммалық жазулар біздің Тамғалы таста сақталған. Сол бірінші адамзаттың тарихындағы бірінші сурет жазуы, немесе пиктографиялық жазу, ол бірінші кезеңі жазудың. Екінші кезеңі жазулардың тарихында логографиялық, жаңағы пиктографиялық деген ол суретті жазу болса, яғни бір аңның, жануардың суретін салып қойып, мүйізін салып қойып, сол арқылы болатын болса, ал логографиялық деген жазу бұл бір жаңа мына меңзердің пайда болған, стрелка меңзер деген. Мысалы, екінші жазу түрі логографиялық жазу. Яғни оның бойында ой бар, идея бар деген сөз. Немесе оны ғалымдар идеографиялық жазу дейді. Белгілі бір идеяны беретін жазу дейді. Үшінші барып, мына жапондарда сақталған буын жазуы. Яғни жазудың бойында буынды сақтау. Буын арқылы жазу. Біз Құдайға шүкір қазір түркі халықтарының барлығы, тіпті жер бетіндегі барлық адам, жапондардан басқалардың барлығы жаңағы әріптік жазуға көштік, немесе иероглиф жазулар, мынау неде Корей мен Қытайда. Сонда біз сол әріптік жазу дегенде дыбыстық жазу, немесе дыбысты жазуға түсіру деген тұрғыдан адамзат 4-ші жазу түрінде тұр. Осы 4 жазу түрінің 4-еуі де түркілерде сақталған. Және 4-еуінде де түркінің сөзі бар.
біз оны ашқан сайын біз жаңалық ашатынымызға көзіміз жетеді. Сондықтан да біздің әрбір сөзіміздің өзінің құрамында жаңалық тұрғанын білуіміз керек. Енді орта ғасырды дегеннің өзі Әбжан Құршановтың айтуы бойынша медвистика дейді. Яғни тарих ғылымында ол медвистика деп өзі бөлек айтылады. Тарихтың орта ғасыры, яғни біздің жаңағы хронологиялық тәртіппен айтылатын тарихымыз бар ғой, бәленші ғасыр, түгенші ғасыр деп. Сол медвистика деп аталады. Ал енді оның тілдік тұрғыдан қарастыру, дәл сол тарихтағы жазуларды қарастыру, медвиолингвистика деп аталады. Медвиолингвистика деген орта ғасырда жазылған ескерткіштердің тілін қарастыру деген сөз. Орта ғасырдағы ескерткіш деген не? Қолжазба еңбек ол. Қолжазба еңбек немесе қолжазба ескерткіштер, немесе жазылған ескерткіштер деген сияқты атаулармен аталады. Солардың ең үлкені бұл Қараханит түріктерінің тілінде жазылған ескерткіштер. Қараханит түріктерінің тілі деген ол анау жаңағы Қараханит дәуірі, яғни 11-ші ғасыр деген сөз. 9-11 ғасырларда Қараханит деген династия басқарды. Мынау Жамбыл өңірі, яғни бұрынғы Баласағұн жері түркілердің нағыз отаны болды сол кезде. Сол уақытта оларда бірнеше ескерткіш жазылған. Біріншісі Құтадғу білік, яғни Жүсіп біліктің, Жүсіп Баласағұнның Құтадғу білігі, оны Әбжан Құршанұлының айтуы бойынша құт әкелетін білім деп аударған, өзі тікелей аудармасын жасаған. Сол кезде құт әкелетін білім деп аударады. Енді құтты білік немесе құтты білім деп аудару басқа да әдебиеттерде бар. Сол сияқты Түркістан өңірінде үлкен Жүйнек деген ауыл бар. Сол Жүйнек деп аталатын ауыл Үйгінек деген бұрынғы орта ғасырдағы елді мекен болған. Сол елді мекенде жаңағы Ахмет Үйгінеки дүниеге келеді да, өзінің философиялық еңбегі Хибатул Хакаяқты жазады, яғни Ақиқаттың сыйы деген кітапты жазады. Бұл кітапта аударылған, бұның да аудармасы Әбжан Құршанұлы және қазір Казгуде көзі тірі ғалым, ол Берікбай Сағындықұлы. Берікбай Сағындықұлы екеуі бірігіп Ахмет Үйгінекидің Хибатул Хакаяғы, яғни Ақиқаттың сыйы деген кітабын аударған. Енді ең негізгі, немесе менің өмірімдегі негізгі рөл атқарған орта ғасыр жаңағы несі, ескерткіші, ол әрине өздеріңіз де естіп жүрсіздер, Қашқари танушымын деп танысқанымнан да білесіздер. Бұл орта ғасырдағы жаңағы біздің Махмуд Қашқари, Махмуд Қашқаридің Диуани Лұғати түркі. Диуани Лұғати түрік деген кітабы, яғни түрік сөздігі. Немесе бұлардың барлығын біз қазір түркі дегеннен гөрі орта ғасырда түрік деп сөйлейміз. Бірақ ол мынау біздің қазіргі Түркия еліндегі түрік емес, бұл жаңағы түрік дегені бәрімізге ортақ түркі деген сөзді білдіреді. Сонымен қатар орта ғасырда айтқан кезде ең бірінші айтылуы керек адам, ол Қызылорданың территориясында үлкен ескерткіш қойылған, өздеріңізде жақсы білетін Қорқыт бабаның кітабы. Дәдәм Қорқыт деп айтады әзірбайжандар, оғыздар оны өзіміздің бабамыз деп қарастырады. Ал біздер, түркілердің ішінде қазақтар, ол біздің жерімізде жатыр деп, біз өзімізше біздің бабамыз Қорқыт деп қарастырамыз. Бүгін сонда осы 4 ескерткіш тұрғысынан сөйлейміз. Сол осы 4 ескерткіште не айтылған, не қандай жаңағы информация бар, ол қай жерде сақталған деген сияқты. Бұл ескерткіштердің қай-қайсысы болсын, біздің өмірімізде алатын орны өте үлкен деп айтамыз. Себебі бұл тіл тануда болсын, тілдің жаңағы белгілі бір ғаламат күшінің арқасында қалып, осы уақытқа дейін тамаша өзінің
бағасын алған құнды еңбектер болып саналады. Құнды еңбек дейтініміз, мысалы, Махмұд Қашқаридің бір өзінің жаңағы жазған еңбегі, ол Кононовтың айтуы бойынша, ол үлкен энциклопедист ғалым болғандықтан осыны жазған. Оның ғалымдығы сонша, ол кезінде, сол уақыттың өзінде, егер жаңағы кімнің, түріктің ғалымы кімнің айтуы бар, сол еңбекті 2 ғасырдан кейін көшіріп алған кісі бар ғой. Кім еді? Әбу Бәкір әл-Дамакши. Сол Дамакшидің көшіріп алған көшіріндісінің қасында ол былай деп айтады Қашқари туралы. Мен қазір сіздерге Қашқаридағы сақталған грамматика туралы, қыпшақтану туралы және Қашқари әдебиеті туралы мәліметтерді беремін. Қазір мен компьютерімнен алып жатырмын. Ноутбукқа әкеп салып көрсетейін. Себебі Қашқаридің жазған мәліметтері 19 ғасырда біздер ойладық, тіл білімі деген салада, лингвистика деген салада немістер қарады ол кезде нені. Ең көп қараған халық ол немістер болды 19 ғасырда. Сосын америкалықтар болды ғылымды қарап жүрген. Сол тіл білімін зерттеп, жетілдіріп жүрген ғалымдардың айтуы бойынша 19 ғасырда Фердинанд де Сюссюр немесе жаңағы біздің, қазір мен мынаны қосып алайын. 19 ғасырдағы лингвистиканың дамуында философиядан бөлек бөлініп шыққан тіл деген осындай ғылым бар деп жасап жатқан кезінде жұрттың бәрі жаңағы 204 тілді бір-бірімен салыстырған ғалымды осы тілдің жаңағы салыстырмалы әдістің ең керемет маманы деп қарады. Сөйтіп қараған кездерінде Махмұд Қашқари ол кезде әлі ғылымда жаңағы танымал емес еді. Кейіннен жаңағы түріктердің еңбегі шыққаннан кейін барып, оның еңбегі көрсетілді. Қазір. Менде қатып қалды апай. Алло. Естіліп тұр ма сендерге? Мынау не нәрсе вообще? Ноутбук не болып кетті? Бірдеңе қосымша жалғана ма, біреу басқара ма, бір жақтан өстіп өшіп қала береді сабағымның бәрі. Алло. Балалар отырсыздар ма? Алло.